Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Осы видеом менің ардақты аналардың кимешегіне арналады. Ақ матамызды екіге бүктеп, қиғаштатып, үшбұрыштатып, соның ұзын жағы арқасы болады, бүктелген жағы. О жақ кесілмейді, сонда тұтастай. Мына екі жаны алдыңғы жағына қосылады. Төбе жағын бөріктің киілетін сияқты қылып кішкене кесіп тастаймыз. Өйткені үшбұрыш болса, ол дұрыс тұрмайды баста. Енді алдыңғы жағын тура осындай қылып қиғаштап бүктеп бір-біріне келтіреміз. 65 сантиметр екен. Енді осыны біз кішірейтеміз, конечно. Алдыда ұзын, артыда ұзын. Енді осыны мына алды болады. Алдым қазір істейін. Енді 15 сантиметр алсаңыздар да болады бас жағынан. 15, 16, 17. Бетіне 17 сантиметр. Можете 16. Смотря қандай бас киім киетін адамға байланысты. Оны алсыздар. Мынаны кесу керек. Бұның алдына тағы да қиық керек. Бұлай қоясыздар. Мына басымен, мына басын, мына ұшына қойып, мына бұлай қойып, сыз баласыздар. Болды. Бұлай келеді. Сонда бұл кимешегіміз екі қиықтан болғандықтан, екі жанынан, екі жақтан тігіс түседі. Бұл жерде бас киім жағы ойылып, мойнына қарай ойылып, киген кезде әдемі тұрады. Бұл енді екі қиықты кимешек. Болды. Бізде дайын. Кимешегіміздің үстіңгі қабаты, қалпағымызды бізде міне биік қып, сұраныста биік болғандықтан, осында биік қып жасап жатырмыз. Бұрын кезде енді бұл жерде 6-7 метр матамен ораған ғой. Енді бізде бұл енді спектакльге керек болғандықтан жаңағы 2-ақ метр матадан жасап жатырмыз. Матамызды бүйтіп қабаттап, қатпарлап, жаңа складкаларын жасап, бәрін түйреп, тігетін жерлерін білдіртпей тігіп, кейін қайта-қайта несін жоған кезде оңайырақ болу үшін астарынан білдірмей тігіп тастаймыз. Сосын осыны енді мына дайын қалпағымызға ораймыз. Екі метр ұзындығы, үсті драпировкасын жасап алдық. Қазір осының бәрін
айландырып шығамыз. Міне біздің күндігіміз дайын. Кимешектің жоғарғы қалпағы. Бізде мынау театрда болғандықтан қалпағын тігіп тастадық. Мына драпировкаларын бәрін, қатпарларын. Енді ол күнделікті киетін адам болса, оны орап киген сайын орап отырған дұрыс та. Сосын кейін оны жуып, үтіктегенге де ыңғайлы болады. Міне осымен менің видеом бітті. Көріскенше күн жақсы болсын. Аман есен, сау болыңыздар.